Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Дуглас Адамстың «Галактикаға саяхат» кітабын ұсынайын. Достар, бұл шығарма ғылыми фантастика жанрында жазылған, және достар, маған ғылыми фантастика деген кезде, маған шығармалар, кітаптар өте қиын, күрделі ғылыми терминдермен жазылған деген елестейді. Бірақ та «Галактикаға саяхат» деген шығарма ішінде толған юмор, абсурд десек те болатын шығар, абсурдтық юмор, бір қызықты, өте жеңіл, оқығанға оңай жасалған бұл ғылыми фантастика деп айтсақ болатын шығар. Бұл бірінші британиялық жазушы екенін айтып кетейік, Дуглас Адамстың, және де ол бұл шығарманы қалай жазғаны туралы қысқаша сізге мағлұмат айтып, кейін бұл кітаптың кішкене аннотациясын ғана айтамын. Сізге бұл кітаптың толық спойлерін айтпай қоямын, басын ғана айтайын. Сосын егер қызығып жатсаңыздар, өздеріңіз осы шығармамен таныссаңыздар болады. Менің қолымда «Галактикаға саяхат» деген мазмұндама баспасы шығарған қазақ тіліндегі нұсқасы бар. Өздеріңіз білесіздер, бұл шығарма орыс тілінде «Автостопом по галактике» деп аударылған. Негізі Дуглас Адамс өзі Британиядағы бүткіл әлемдегі ең атақты университеттерде оқыған екен, Кембриджде оқыған екен, және де сол Кембриджде оқыған кезде бұл автор ең алдымен сол жазушы, спектакльдар, сондай киноларға сценарий жазуды армандаған екен. Және де ол достарымен жүріп, әртүрлі скетч шоуларға сценарийлар жазады. Ұлыбританияда Монти Пай деген бір юморлық комедия жанрында жасалған бір телесериал бар. Оны сол британдықтар өте жақсы көреді. Біздше ол КВН, мысалы, біздің Қазақстанда егер салыстыратын болсақ, ол бізде КТК арнасында бұрындары сол КВНнен шыққан адамдар әртүрлі сериалдар жасаған, сондай скетч шоулар. Сол Британияда да сондай юмормен айналысатын адамдар өздерінің бір жеке телешоулары болған екен. Міне, Дуглас Адамс сондай телешоуларға бір-екі сценарий жазады, бірақ та оның атағы қатты шықпай жүріп, кейін ол өз жеке бір топ достарын жинайды да, өзіне «Галактикаға саяхат» деген радиода болатын бір бағдарлама жазады. Ол бір кәдімгідей ұзақ бір кино сияқты жазады, және де оны сериал сияқты бір жылға созып радио тыңдармандарға ұсынып жатады. Міне сол бізде радио спектакль деп айтсақ болатын шығар, радио спектакльда «Галактикаға саяхат» деген осы кітаптың бірінші түпнұсқасы шыққан екен. Ол жерде әрине бұл кітап сияқты оқиғасы дәлме-дәл 100% сәйкес келмейді. Ең алдымен сол скетч, пародия ретінде жасалған теле-радио спектакль кейін британиялықтарға, ағылшындықтарға өте ұнағандықтан, оны көрермендер де, және де автордың өзі де, Дуглас Адамс, бұл шығарманы кітап ретінде шығаруым керекпін деп, кейін сол телерадио спектакльдің сценарийін қайтадан өңдеп, қайтадан бір жыл уақыт салып, бір осындай «Галактикаға саяхат» деген кітап шығарған екен. Бірақ та бұл кітаппен, жалғыз кітаппен ол аяқталған жоқ. Ол кейін осы кітап сериясынан тағы да 5-6 тағы да кітаптар жазған екен, осы оқиғаның жалғасымен. Бірақ та бүткіл әлемге және де әдебиет саласына, ғылыми фантастика жанрында тың өзгерістер алып келген осы бірінші кітап сериясы екен. Ол осы «Галактикаға саяхат» деп аталады. Және де бұл кітап жалпы не туралы екенін айтып кетейін. Бұл жерде бізде қарапайым жер планетасының тұрғыны Артур деген жігіт болады. Оның бір күні оның үйін бір подрядчиктар, асфальт салатын фирма келіп, бұл сіздің үйіңіз, біз бір Лондонда мекен етсе, Артур, сол сіздің үйіңіз тура болашақ трассаның бойында орналасқан екен, шоссенің орнында. Бұл үйді бұзуыңыз керек деп, үйін бұзады екен. Және де Артур сол өз үйін қорғау үшін талай протесттер, акциялар орнатса да, құрылыс фирмалар айтқан екен, сізге бұрында хабарлама келді ғой, не үшін қарсыласасыз, сізге кәдімгідей бір жыл уақыт берді ғой, неге оны заңды түрде сотқа беріп, арыз жазып тоқтатпадыңыз деген сияқты айтады. Бірақ та өздеріңіз білесіздер,
Қазақстанда да жалпы әлемде, Ұлыбританияда әсіресе бізде бюрократия деген нәрсе бар. Ол бір іс-әрекетті жасау үшін сен көптеген құжаттар көтеруің керексің архивтерден, және сотқа беріп көп құжат жинап, солай бір істі жасау үшін көптеген қиын квесттерден өтуің керексің. Міне солай өз үйін қорғай алмай қалған Артур туралы басталады оқиға. Кітаптың басында ол ең бірінші бір 10 бетінде шығар. Сол жерде Артурдың үйін жол жасайтын фирма бұзып тастайды. Сол үйінің орнына трасса болады деп айтады. Және де Артур солай өкініп жатқан кезде біздің Артурдың досы Форд Префект деген жігіт болады. Ол қарапайым адам емес, жер планетасының тұрғыны емес екен, ол өзге планеталық екен болып шығады да. Және де ол Артурға өкінбе, үйіне байбалам салма, уайымдама үйінде, бәрібір де біздің жер планетамызға ақ өмір сүру ғана қалды, жер планетасын бұзады деп ескертеді. Және де осындай қызық оқиға желісімен бе, біздің жер планетасы да осы галактикадағы бір ұзын бір трасса салынады екен. Сол трассаға бөгет болғандықтан біздің жер планетасына да сондай бір, енді бұл фантастика жанры болғандықтан солай айтып отырмын, өзге планеталықтар да біздің планетаны жарып бір шоссе орнатайын депті. Солай біздің Артур деген бас кейіпкер бір күнде өзінің үйінен және де тұрып жатқан планетасынан айырылып қалады. Солай оқиға бізде сол Артур үйінен айырылып қалған, өз планетасынан айырылып қалған Артур галактикаға сапарын шегеді. Және де галактикаға сапар шеккен кезде оның өзінің бір космодром, ракетасы болмағандықтан, ол жол серік ретінде жол бойында солай әртүрлі ракеталарға қонып, қонақ болып, солай ары-бері солай саяхатын бастайды. Жалпы бұл шығарма юмормен, сондай бір қызықты стильде, қарапайым күлкілі жазылған. Егер де сіз сондай юморды ұнатсаңыз, осы кітапты оқысаңыздар болады. Және ғылыми фантастикаға бастау үшін, ғылыми фантастика жанрына кіру үшін ең қолайлы кітап деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде басқа ғылыми фантастикаларда қыдай терең бір терминология, бір физика заңдылықтары деген сияқты ондайлар өте аз. Және де тағы да айта кету керек, бұл юмор, егер де сіздер Доктор Кто деген сериалды көрсеңіздер, сол Доктор Кто сериалындағы юморға ұқсайды, сол Монти Пай деген мен айтып кеткен, және де ағылшындық сериалдарын, мысалы Шерлок Холмс деген сияқты сериалдарын юморлары ұнаса, сол юмор көбінесе осындай бір ағылшындық юмор деп өзі бір жанры бар шығар. Сол ағылшындық юмормен жазылған кітап. Жалпы бұл шығарманың кейінірек мен айтып кеткендегіндей радио спектаклі болды, және кейін 2010 жылдары бұл галактикаға саяхат деген сериалы да шыққан, телесериалы да шыққан. Және де соны көрсеңіздер болады, егер қызық болса. Және де айта кету керек, бұл кітаптың артында да жазылып қойыпты. Илон Маск өзінің Тесла деген машинесін ашық космосқа жіберген кезде, сол Тесланың салонының ішіне осы галактикаға саяхат Дуглас Адамстың кітабын де салып қойған екен. Сондай қызықты факт. Сол достар, бүгін сіздерге мен ғылыми фантастиканың галактикаға саяхат кітабын ұсындым. Егер де қызық болып жатса, осы шығарманы оқып, өз ойларыңызды видеоның астына жазып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.